Сәлеметсіздер ме студенттер? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз дауысты дыбыстар. Осы тақырып аясында мынадай мәселелер қарастырылады. Бірінші, дауысты дыбыстардың саны мен сапасы. Екінші, дауысты дыбыстар, олардың жіктелісі. Қазақ тіл білімі зерттелуінің алғашқы беті миссионерлердің еңбектерімен басталғаны белгілі. Атап айтқанда, Ильминский, Радлов, Миляранский, Лаптев, Сазонтов тағы басқалары. Демек, дауысты дыбыстардың саны мен сапасының анықталуы осы зерттеулерден басталады. Ильминский қазақ тілінде 8 дауысты барын, ә дыбысы а фонемасының варианты болатынын көрсетсе, Радлов дауыстылардың санын 9-ға жеткізеді. Қазақ тіл білімінің негізін қалаған Ахмет Байтұрсынұлы қазақ тілінде 5 дауысты дыбыс барын, жуан дауыстылардың алдына дәйекші қойса, олардың жіңішкеретін айтады. Құдайберген Жұбанов дауысты дыбыстың 7 түрін көрсетіп, жазуда дауыстылардың жуанын бір әріппен, жіңішкесін бір әріппен таңбалау керектігін пайымдайды. Мәулен Балақаев дауыстылардың 13 түрін, Нығмет Сауранбаев 12, Смет Кеңесбаев 11 түрін көрсетсе, Шәпкен Бектұров пен Мырзатай Серғалиев олардың санын 15-ке жеткізеді. Сапархан Мырзабеков қазақ тілін дыбыс жүйесі атты еңбегінде қазіргі қазақ тілінде 9 дауысты дыбыс барын айтады. Байқағанымыздай, бұл пікір Радлов, Ахмет Байтұрсынұлы көзқарастарымен үндеседі. Әлімхан Жүнісбеков қазақ тілін дауыстылар жүйесін 3 сингармотип ашық, қысаң, дифтонг, 9 сингарма дауыстыға жуан езулік, жіңішке езулік, жуан еріндік, жіңішке еріндік ажыратады. Махамбет Жүсіпұлы жасаған сингармофонологиялық зерттеу қазақ тілі вокализмдер жүйесінің әлді және әлсіз позицияларындағы қызметін қамтиды. Ғалым қазақ тілінде 11 сингармофонема барын көрсетеді. О, е сингарма дауыстылары әлсіз позицияда сингарма вариант болатын, яғни дауысты е сингарма фонемаларының негізгі сингарма позициялық езулік жіңішке түрлерінен басқа езу ерін жіңішке варианттарда қызмет атқаратынын. Дауысты сингарма фонемасының әлді позицияда кездесетін түрінен басқа езу ерін жуан сингарма вариантында да қызмет атқаратын айтады. Бұл сингарма варианттар ерін дауыстыларынан кейінгі буында ұшырасады. Демек, сингарма фонемасының құрамында сингарма фонемасының құрамында сингарма фонемасының құрамында сингарма дауыстары бар. Ал қалған 8 сингарма дауысты сингармофонемалардың сингарма варианттық позициялық түрлері жоқ. Бұдан қазақ тілін дауыстылар жүйесінде 11 сингармофонема, 14 сингарма дыбыс барын көруге болады. Қазіргі қазақ тіліндегі 9 дауысты дыбыс сөйлеу мүшелерінің негізгі 3 түрінің қатысы мен қалпына қарай топтастырылады. Бірінші, тілдің артқы таңдайға қарай жиырылып, бүктеліңкіреп айтылуынан жуан гуттурал дауыстылар жасалса, тілдің таңдайдың алдыңғы жағына жуықтап айтылуынан жіңішке палаталь дауыстылар жасалады. Екінші, еріндік лабиаль дауыстылар ерінің алға сүйірленуінен жасалса, езуліктер ерінің кейін тартылып, езудің жиырылуынан жасалады. Үшінші, ашық дауыстыларды айтқанда астыңғы жақ барынша төмен түссе, қысаңдарды айтқанда жақ бір-біріне жуықтау арқылы жасалады. Ал Сапархан Мырзабеков дауысты дыбыстарды жақтың қатысына қарай ашық, жартылай ашық және қысаң деп жіктейді. И, у арқылы айтылатын фонемалардың әрқайсысы 2 элементті қосарлы дыбыс. Дифтонг дауыстылар 2 дыбыстың қосарлауынан жасалады. Дауысты қосу дауыссыз, яғни и,
и, у, о, у, у. Сондай-ақ ю әрпі үш дыбысының қосындысынан құралады. Қазақ тілінде кейбір басқа түркі тілдердегіндей о, ö фонемалары сөздің бас андылаут позициясында дифтонгоид болады. Яғни дауысты дыбыс, о дауысты дыбыс, о, ö дауысты дыбыс, ө болып айтылады. Мысалы, ет, от, өрт. Әріптері сөздің барлық буындарында жазылады. Еріндік дыбыстардан кейін келсе, бұл дыбыстар олардың ықпалына ереді. Дыбыстары фонетикалық құбылыстарға редукция, протеза, эпентеза ұшырайды. Еріндік дауыстыларға жататын дыбыстары сөздің бас буында ғана жазылады. Ал айтылуда кейінгі буындарда да көрсетіледі. Құлын, құлын, өлең, өлең, түлкі, түлкі.